Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қалдарыңыз қалай? Сонымен сіздерге арнаған кезекті кітабым оқырмандардың талабы бойынша Генри Форд. Генри Фордтың жалпы биографиясы. Бұл кітапты 2018 жылы сатып алған екенмін, 4 ақпанда. Бұл кітап өте қызықты, жалпы маған ұнады. Егер сіз тарихпен увлекаться ететін болсаңыз, бұл кітапты сізге жалпы кеңес беремін. Сонымен Генри Форд деген өз замандастарына салыстырған кезде ең бай адам десе де болады. Себебі оның қазіргі ақшамен салыстыратын болсақ, сол кездегі мүлігін 200 миллиардтан асушы еді. Примерно Безоспен или Илон Маскпен пара-пар деңгейде болушы еді. Бұл Детройтта туған азамат, өзі жаңағы бай емес семьядан шыққан, күніне 10 сағат жұмыс жасайтын, біз сияқты 8 сағат емес. Кажется, бізде 10 сағат жұмыс жасайтын сияқтымыз, бұл жерде әсерлеп айтып жүрген сияқты. Жалпы біз әлі күнге дейін Детройттағы сияқтымыз. Сонымен қатар бұл өзінің жұмысын істеп келгеннен кейін, үйге келгеннен кейін қорасында бір механикалық бір заттар істеп жүреді екен. Елдің бәрі бұған күледі, мазақтайды. Дегенмен де бұл қазір үлкен Америкадағы автоиндустрияның негізгі мастодонттарының бірі. Алған инсайттарым саны 10. Осы жолы көбірек жазып алдым, сіздерге полезный болсын деген ниетпен. Себебі қазіргі таңда читающий адам өте аз. Сіз солардың қатарынан болған үшін осындай видеоны сіздер үшін арнап 10 маған ұнаған нәрсені теріп алдым. Сонымен алғашқысы. Бұл жерде енді мен де жиі айтатын нәрсе, басқалар да жиі айтатын нәрсе, бұл кісі оны ерте түсініп қойған. Енді, конечно, 60-шы жылдары өтірік айтпасам 60-шы жылдар қателесуде мүмкінмін. Басқаларға қызмет жасау. Қызметің егерде жақсы болатын болса, сен жақсы ақша табасың. Егерде қызметің өте үлкен болатын болса, сен ұлы адам болуыңа шанс бар деп айтады. Сол себепті бұл адамдарға әрдайым қызмет жасаған. Енді қазіргі қарайтын болсақ, действительно бұның заводтары, фабрикалары, общежитиялары, шахталары барлық қызметке ғана арналған болатын, өзінің қызметкерлеріне қызмет жасаған адам. Сол үшін осы критерийді бірінші қойып жатырмын. Сонымен екінші инсайт сіздер үшін фокус. Жиі естіп жүрген шығарсыз, бір немеде фокуста. Қазіргі 21-ші ғасырда фокуста өте қиын, потому что назарымызды әртүрлі нәрселер ұрлайды. Например, мен де сіздің фокусыңызды қазір өзіме алып отырмын. Или YouTube'қа или Instagram кірсек, ол да фокусты алады. Ноутбукқа кірсек, кітап кірсек, фокусты алады. Бірақ фокусты сен өзіңнің ұнайтын дүниеңе жұмса деп бұл жерде айтайды. Сол нәрсені істейтін болсаң, будет тебе счастье. Жалпы фокусты қай жаққа жұмсау керек екенін ұмытпаңыз, ол сіз үшін маңызды болу керек. Үшінші нәрсе, енді бұл элементарный нәрсе, но маған ұнайды, жалпы продуктивный болу. То есть әрдайым бір неме істеп жүру, істеген кезде полезный болу. Сонымен қатар сол нәрсенің өнімділігін арттыру. Жай ғана кітап оқып қоймай, сол кітаптан максимально выжимка алу. Жай ғана осы видеоны көрмей, осы видеоны түсініп біреуге жеткізу деген сияқты. Сонымен төртінші инсайт мен алған, бұл шикарный деп ойлаймын осы инсайттың ішінде, потому что бұл проблемаларды шешу. Егерде сен біреудің проблемасын шешетін болсаң, сен бай боласың в целом. Үлкен проблеманы шешсең, үлкен нәтиже аласың. Көп шешім, көп ақша келеді. Сол жайлы болған. Бұл енді Генри Форд миллиондаған адамның проблемаларын шешті. Себебі ол адамдарға түсінді, атпен және ат арбамен жүру онша емес. На самом деле ыңғайлы, егерде сен кәдімгі двигателі бар машинамен жүретін болсаң деп түсіндіріп, аяғында жеңді. Қазір енді ат арбамен жүретіндер өте аз шығар. Не знаю, там Алтын Ордада ғана бар шығар, жаңа есек арбамен жүретіндер. В целом бұл нәрсе біздің қоғамнан кетіп қалды, и действительно бұл адамдарға пайдалы болды. И сол кездегі автоиндустрияның действительно мастодонты болды. Сонымен бесінші инсайт, қиын ештеңе жоқ. Кіші проблемалар, ол кіші адамның.
Сонымен бесінші инсайт, қиын ештеңе жоқ. Егерде бұның бір крылатый выражениесі бар, егерде сіз проблема бар деп ойласаңыз, сіз дұрыс ойлайсыз. Егерде сіз проблема жоқ деп ойласаңыз, сіз дұрыс ойлайсыз. То есть айтайын дегені, на самом деле қиын ештеңе жоқ, на самом деле кішкентай проблемалар бар. Солардың барлығының жиынтығы бізге үлкен проблема болып келеді. Егерде сол проблемаларды алып, жіктеп, бөліп, тарам қылып қойсақ, кішкентай болып қалады. Каждыйын шешуге болады. Біздің проблема, на самом деле, бір үлкен проблеманы алып, бір күнде шешіп тастау. На самом деле это невозможно. Үлкен проблеманы лучше бөліп тастап, күнделікті бір проблеманың шешімін тауып отырсақ, сол бізге жеткілікті. Сонымен бесінші инсайт осы жайлы. Енді успехтің әңгімесі бұл 6-шы инсайтта, бұл мақсат жайлы. Егер сізде қандай да бір мақсат болатын болса, және сол мақсатыңызды жоғалтпаңыз дейді. Көз алмаңыз өзіңіздің мақсатыңыздан. Егер өзіңіздің мақсатыңыздан тайып кететін болсаңыз, тогда бұл сіздің мақсатыңыз емес. Адамдардың мақсаттары көп. Біреу баласын асырау керек, біреу сабақ оқу керек, біреу бизнес ашу керек, біреу кітап жазу керек, біреу блог түсіру керек. Каждыйның өз мақсаты бар. И тыңдап отырған мына сіздің де мақсатыңыз бар. Сол мақсаттың не үшін екенін ұмытпаңыз, және сода өзіңіздің назарыңызды ұстаңыз. 7-ші инсайт бұл жалпы мүмкіндіктер жайлы. Мүмкіндіктер жайлы постоянно ойлану. Егер де сіз мүмкіндіктер жайлы ойланатын болсаңыз, сіздің жолыңыз ашық болады. Себебі ойлану кез келген адамға дарыған емес. Ойланатын адамдар нарықта өте аз. Бұл өте қиын дүние, бұл фокустыға жетеді, бұл назардыға жетеді. Ал бұл жұмыспен айналысатындар назарда, сол себепті аз нарықта. Егер де сіз өзіңіз көптеген ақша табатындар, әдетте жақсы ойланатын адамдар. Так что ойланыңыз, қиялданыңыз. 8-ші инсайт бұл мен үшін арналған ба деп ойлаймын, өйткені мен көптеген проблемалардың басынан өткізіп көрдім. Бірнеше рет банкрот болып көрдім, қарызға да кіріп көрдім, төбелесті көрдім, не знаю, соттасып та көрдім, не знаю, обычный такой малый средний бизнес үшін, не знаю, біраз нәрселерді өткен. Бұл жердегі әңгіме қателік, ол сен үшін мүмкіндік дейді, как будто мен үшін айтқан сияқты болды. Я на самом деле қателік ол мүмкіндік деп мен де оны бағалаймын, потому что бұл нереально крутой сабақ. Бұдан асқан мұғалім жоқ қателікте ма. Себебі біздің көбіміздің миы жетпейді, по крайней мере менің миым жетпейді. Біреудің қателігін көріп, соны істемеу деген. Кішкене өтірік әңгіме шығар. Обычно өзім қателік жасап, одан кейін барып қана сабақ аламын. Қателік жасап егер сабақ алмасаңыз, конечно, это диагноз. Бұл, конечно, саған үлкен тәжірибені береді. Тәжірибе деген болашақта болатын проблемалардың, қиындықтардың алдын алуға мүмкіндік береді. Осы инсайт маған қатты ұнады. 9-шы және мен өзімнің оқырмандарыма жиі айтатын нәрсе бұл инвестиция. Инвестиция действительно өзіңізге жасалады. Себебі өзіңізден басқа асқан алтын, жақұт, гауһар тас жоқ. Сіз ғана соған лайықтысыз. Сол себепті әрдайым өзіңізге инвестиция жасаңыз. Сізден егерде бәрін тартып алатын болса, біліміңізді тартып алмайды. Не знаю, басыңызды бірақ соқпаса, целом бұл нәрсе сізде қалады. Сол себепті инвестицияны біліміңізге жасауды ұмытпаңыз. Бұл сіздің кез келген тығырықтан шығып кетуіңізге мүмкіндік береді. Как правило, егерде бір бизнесменнен, крутой бизнесменнен бір заттарын бәрін тартып алатын болса, жарты жыл, бір жыл қайтадан восстановится. И көптеген фриланста жүрген адамдарды примерно солай. Егер бәрін тартып алатын болса, где-то олар 2-3 айда восстанавливается. Сол үшін сізге инвестицияны білімге жасауға мен де кеңес беремін. Генри Форд атамыз сияқты. Сонымен соңғы 10-шы инсайт ол қияли бол, фантазер. Қияли болсаң, ол сен үшін жақсы, себебі қияли адамның шекарасы болмайды. Бұл жерде ешқандай шекара жоқ.
әртүрлі нәрселерді ойлауға болады, әртүрлі нәрселерге жетуге болады, әртүрлі нәрселерге баруға болады. Тек қана қиялмен, қиялдың өзі жеткізу болды, жеткілікті болады. Себебі бұл жерде энтузиазм бар. Қияли адам энтузиазмға келді. Энтузиазм бар адамның көзінде от тұрады, жанарында. Әрдайым сол от оған әдетті энергия беріп отырады. Сол осы 10-шы инсайтты мен Генри Форд атамыздың сөзімен аяқтағым келіп отыр. Самолет всегда взлетает против ветра. Осы нәрсені ұмытпайық. Жалпы бұл кітапты сізге оқуға кеңес беремін бе, әлде жоқ па? Басында айтып кеткендей, егер де сіз тарихты жақсы көретін болсаңыз, биографияларды ұнататын болсаңыз, тогда кеңес беремін. Я, конечно, бұл жерде кішкене әсерлеуде болған шығар, өйткені американский маркетинг ол да бар, өздерінің бизнесмендерін басқа әлемдегі бизнесмендерден қарағанда крутой қылып көрсетеді, но в целом очень познавательно. Егер сіздің командаңыз болатын болса, үлкен бизнес ашқыңыз келіп жататын болса, мощный кітап, кеңес беремін. Лайк басуды ұмытпаңыз, комментарий жазуды, егер де осындай видеолар ұнап жататын болса, қажет, елдос, супер деп жазып кетіңіз комментарийға. Рахмет.